Аса қамқор, ерекше мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Кеш болып күн батты. Жатақхананың абыр-дабыры басылмаған. Бір кезде біздің терезе жақтан, сырттан, қазақтар алаңға шығыңдар, неғып жатырсыңдар, шығыңдар қазақтар деп бар даусымен айғайлап, бір-екі жігіт жүгіріп өтті. Әлгі сөзді қайталаумен олар ұзап кетті. Бұл сөзді естіген жігіттердің есіктері сарт-сұрт ашылып, бөлмелерінен шығып, бір-біріне хабар жеткізе бастады. Сөйтіп, дем арасында 15-20 жігіт жиылып, төменгі қабатқа түстік. Бастаушымыз 4-ші курстың жігіті. Десе де, солардың ішінде біз де ересектер қатарындамыз. Сол кезде менің жасым 23-те болатын. Төменге түссек, кезекшілер отыратын жерде жатақхана басшысы комендант отыр екен. Бізді көріп, ешқайда бармайсыңдар, бізге жоғарыдан жарлық келді. Мен сендерді ешқайда жібере алмаймын. Есік бекітулі, сыртқа ешкім шықпайды, осыны біліңдер деді. Жігіттер әрі-бері жағдай айтып көріп еді, оған жатақхана басшысы көнбеді. Барыңдар, тып-тыныш жатыңдар деді. Басқадай шара болмаған соң, кері шегініп бөлмемізге қайттық. Бәрібір қарап жатпадық, күбірлесіп, сыбырласып, өзімізше шешім қабылдап, кісі аяғы басылған соң сыртқа қарай шығуға қамдандық. Шамамен жарты сағаттай уақыт өткенде біздің бөлмеге жиналып, ұрлық жасаған адамдай терезені еппен ашып, ақжаймамен төмен қарай сыртқа түсе бастадық. Біз тұрып жатқан бөлме 2-ші қабатта еді. 10-15 жігіт еппенен жерге түстік те Абай көшесіне қарай беттедік. Көшеге жақындай бере, көшенің біздер жақ бетінен талдардың арасынан автомат асынған, жетектерінде иттері бар жасақ жігіттері көрінді. Арғы жақта адам жинайтын УАЗик машиналары тұр. Біз кері шегініп қашқанымызда, олар иттерімен бізді тұра кеп қуды. Біз жатақхананы айнала қашып, Манас көшесін кесіп өтіп, алға қарай ұмтылдық. Жапатармағай екпіндеп ұстатпай кеттік. Инияздың жатақханасынан және Мид-институт жатақханасынан қыздар өтініш жасап, жігіттер біздерді қалдырмаңдар, біз де алаңға барамыз деп, қиылған соң оларды сапымызға қостық. Олардың өжеттігі сондай, 2-ші, 3-ші қабаттардан төмен секірді. Олардың бізге тастаған жұқа көрпе, одеялдарын 4 жақтан керіп ұстап, біз тұрамыз. Олар терезеден көз жұмып секіреді. Сонда көрдім қыздардың батылдықтарын. Аяқтарының, басқа да жерлерінің ауырғандарына қарамайды. Отаным, елім деп тұр. Сонымен кәдімгідей бір қауым ел болып, жігіт қызы аралас, тал-талдың, үй-үйдің арасыменен жасырынып, жан-жағымызды жіті барлап, алаңға жеттік. Сөйтсек, қызықтың көкесі осында екен. Ығы-жығы қалық, күннің қақаған ызғырық аязына қарамайды. Жүрген жігіттер қыздар, қатуланған ызғарлы дауыстар, түйілген жұдырық, у-шу айғай. Ақорда жағында сап құрған жасақ, оларға лек-легімен келіп қосылып жатыр. Қолдарында дубинка, беттерінде қорғаны бар қалпақ. Қалқандары өздерін жауып тұр. Алаңдағы жастар оларға қарай, қонайыпты орнына қайтарыңдар, Колбин кетсін деп айғайлай ұмтылғанда, жасақта қалыппен бетпе-бет келіп, қалқандарын, қолдарындағы дубинкаларын іске қосады.
Сол күнгі күннің суығы ерекше болды. Бет қаратпайды, аяқтар сіресіп қалған. Жігіттер көшедегі талдарды сындырып әкеліп, алаңға отты жағып, кезек-кезек жылынып, ұлы бар, қызы бар ұйысып, қайтадан алға қарай ұмтылады. Бір байқағаным, саптағы жасақ кезек-кезек ауысып отырды. Бір лек кетсе, орнына және бір лек келіп, орындарын толтырып отырды. Бетпе-бет келген қақтығыста біреулерге соққы тиіп, айғай-ұйғай, боқтау, жанталасу, қарсыласу, қолына ілінгенмен соғу, сондай-ақ аяқ асты қалып қоймай сытылып шығу деген сияқты әйтеуір ызы-шу қым-қуыт. Қыстың ұзақ түні ғой, осы жағдай таң атқанға дейін жалғасып жатты. Сол күндерде Алматының барлық оқу орындарында 3 күнге дейін сабақ болмады. Пойыз қатынастары тоқтады. Қаладан сыртқа көліктер шықпады, сырттан қалаға көлік кіргізілмеді. Жүргіншінің бәрі жауапқа алынып, тексерістен өтті. Сол күндердің күндізі мен түнінде алаңға бара жатып, не келе жатып ұсталғанның бәрін түрмеге жапты дейді. 3 күннен соң сабаққа барғанымызда жоғарыдан адамдар келіп, қайта-қайта сұрақ астына алып, сол күндерде қайда болдың, не істедің деген сияқты тәптіштеп, фотосуреттер арқылы іздеулер жүргізді. Фотоға және видеоға түсіп қалғандарды дереу алып кетіп, қамады, оқудан шығарды, соттады. Фотодағы суретке түрі ұқсастарды да апарып қамап, азаптап, бұл сенсің деп мойындарына қиып салмақшы да болған. Ұсталып, кейін құтылып шыққандардың айтуында түрме толған жастар, бас жарылып, қол сынған, қан болған, қараусыз, үсті-үстіне кіргізіліп сықылыстырған, ыңырсыған, сол жерде жан тәсілім еткен жандар. Міне осындай болған. Сол күндерде Алматының түрмелері, сауықтыру орындары түгел толған. Сонымен қатар Алматының емханаларында орындар болмаған. Бұл шындықтарды сіздер бұрында естіп, жазылған ақиқаттардан зорлық-зомбылық пен ұру-соғу, басқа да түрлі зұлымдықтардың болғанын оқып білдіңіздер. Уақытында естідіңіздер. Талай жастарымыз отаны, елі, егемендігі, бостандығы үшін жанқиярлық танытты. Өлді, мүгедек болды, жаламен сотталды, бірақ Құдайға шүкір ақталды. Мына көріп отырған суретте де жоғарыда ақ орда, төменгі жағында сапқа тізілген жасақ, екінші жағында ұрандарын көтеріп ұрандаған, алға ұмтылған жастар, жерде аяқ астында жыртылған ұрандар, алдыңғы планда елі, жері, бостандығы үшін жанын пида еткен қайсар бауырымыздың жеке тұлғасы. Уақытында бұл сурет Қайрат Рысқұлбеков бауырымыздың атына бағышталып салынған болатын. Желтоқсан оқиғасында қыршынынан қиылған қыз жігіттерімізді Алла өз рахмына алғай.